Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 99-ші беттегі formal letter тақырыбы бойынша тапсырмаларды өтетін боламыз. Яғни хат жазып үйренеміз, ресми хат, иә. Exercise 1, read the model text and answer the questions. Мәтінді оқыңыздар дейді, және сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Мына жердегі хатты қарауымыз керек. Сосын сол бойынша манағы сұрақтарға жауап береміз. Мына жердегі A, B, C мәтінде Dear Sir or Madam, I am the captain of a basketball team in Cork. The team's name is Rock Bouncers. I am writing to you because we are planning a tournament and we are looking for sponsors. Мен манағы Қорқыттағы баскетбол командасының капитанымын дейді, иә. Капитанның аты манағыдай Cork Bouncers дейді. Корктегі деген. Сізге хат жазып отырған себебім, сіз турнирді жоспарлап біздер турнирді жоспарлап отырмыз дейді, иә. Және демеушілер іздейміз дейді. B. The tournament will take place in Cork in August. Teams and fans from 6 countries are going to be in Cork for this event. Sponsoring this event will be good publicity for your company. Турнир тамыз айында манағыдай Корк қаласында өтеді дейді. Бұл шараға 6 елдің командалары мен жанкүйерлері манағыдай сол Корк қаласына келмекші. Бұл шараға демеушілік жасау сіздің компанияңыз үшін жақсы жарнама болар еді. C. Please contact me if you are interested in sponsoring us or if you need further information. I look forward to hearing from you. Yours faithfully. Бізге демеушілік көрсеткіңіз келсе, немесе қосымша ақпарат қажет болса, маған хабарласыңыз. Жауабыңызды асыға күтемін. Сізге шын жүректен Мэри Грант, капитан командасы деген екен. Енді осы жердегі мәтін бойынша мына жердегі сұрақтарға жауап жазуымыз қажет. What is the letter writer's name? Манағы біріншісінде әріпті хатты жазушының аты кім дейді, иә? Мэри Грант. Do we know the name of the person who is going to receive the letter? Хатты алатын адамның атын білесіз бе дейді. Жоқ, біз білмейміз, иә? Кімге жазғанын білмейміз. Which paragraph gives a suggestion about what do the next? Қай абзацта келесі, параграфте келесіде не істеу керектігі туралы ұсыныс берді дейді, иә? C параграфінде берді. Third. Fourth, which paragraph explains the event? Қай параграфте оқиғаны түсіндірді? B мәтінінде. Which paragraph introduce the writer and explain what she needs? Қай мәтінде жазушыны таныстырды және оған не қажет екенін түсіндірді? A мәтіні бойынша. Next, exercise 2. Study the text again and answer the questions. Екінші жаттығу бойынша мәтінді қайталап оқыңдар және сұрақтарға жауап жазыңыздар дейді. Бірінші жауапта what is the writer's address? Жазушының мекен жайы қайда? At the top of the letter. Хаттың жоғарғы жағында дейді. What is the date? Мекен жайы қайда дейді. Under the address of the person. Хатты алатын адамның мекен жайы астында дейді, иә. Does the writer use full forms of the verb or contracts? Find examples. Жазушы манағыдай етістікпен шылаудың толық түрлерін қолданды ма? Мысал айтыңыз дейді, иә. Толық манағыдай нелерді қолданды ма? Есімдер дейді. Full forms, иә. Full forms толық қолданды. Мысал, I am, we are деген дейді. Көрсетіп отырмыз. Does the writer use formal or informal phrases? Find examples. Жазушы ресми, бейресми сөз тіркестерін қолданды ма? Сол жердегі мысалдарын көрсетіңіз дейді. Ресми қолданды. Dear sir, қымбатты деп, мырза немесе мадам деп, солай қолданды. Exercise 3. Study the key phrases, then order them. Сөз тіркестерімен жұмыс жасаңыздар дейді, иә. Және мына жерге рет-ретменен сандарды қойып шығыңыздар деген екен. Біріншісін көрсетіп қойған. Dear sir, madam,
Second, екінші сөйлемде I'm writing to you because. Third, үшінші, please contact me. Fourth, төртінші, I look forward to hearing from you. Fifth, бесінші, yours faithfullyмен аяқталады екен. Exercise 4, төртінші жаттығу бойынша follow steps in the writing guide. Бұл жерде төртінші жаттығуда манағыдай жазбадағы нұсқаулыққа қарап отырып тапсырманы орындаңыздар деген. Яғни хат жазуымыз керек. Мана сіз велоспорт жарысына қатысасыз, жергілікті компанияға демеуші болу туралы ресми хат жазыңыз дейді, иә. Read the model text again, then other ideas AE for your new letter. Үлгі ретінде мәтінді қайтадан оқыңыздар дейді. Содан кейін хат жазыңыз дейді. Мына жерде A-дан E-ға дейінгі идеяларды пайдалануға болады дейді, тапсырыс беру үшін. So need a sponsor, демеуші керек. Planning to complete in a big competition, үлкен жарысқа қатысуды жоспарлау. Member of the cyclocross cycling team. Cyclocross велоспорт командасының мүшесі. Team from 23 countries, 23 елден келген командалар. In London in May, мамыр айында Лондонда деген сияқты сөздерді хатқа қолдануға болады екен. Мына жерде енді манағыдай хат жазғанда жазылатын адрестер мысал ретінде жазылды. 23rd of April, сәуір айының 23 күні жазылды деп жаздым. Мәтінді оқиын хатты. Dear sir or madam, I am the member of a cycling team in New York. The team's name is Cyclocross. I'm writing to you because we are planning to participate in a big cycling competition and we are looking for sponsors. The competition will take place in New York in September. Teams and friends from 23 countries are going to be in New York for this event. Sponsoring this event will be good publicity for your company. Please contact me if you are interested in sponsoring us or if you need further information. I look forward to hearing from you. Так, бұл жерде мен Нью-Йорктегі велосипед командасының мүшесімін. Команданың аты Cyclocross. Сізге хат жазып отырмын дейді. Мен сізге хат жазып отырмын. Өйткені біз үшін үлкен велоспорт жарысына қатысуды жоспарлап отырмыз. Және демеушілер іздейміз деп жаздық. Жарыс қыркүйек айында Нью-Йоркте өтеді. Бұл шараға Нью-Йоркте 23 елдің командалары мен жанкүйерлері келеді. Бұл шараға демеушілік жасау сіздің компанияңыз үшін жақсы жарнама болар еді деп өзімізге демеуші іздеу мақсатында хат жаздық. Осылай жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.